Достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ, нәзік болып шығатын, бір жасағаннан ақ шығатын жас үлкен ата-апаларымызға, отбасымызға ұнайтын осындай керемет, жұмсақ, духовкада пісетін пирожки жасайтын боламыз, достар. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің видеоларымды ұнап жатса, маған лайк басып, комментария жазып қойды ұмытпаңыздар, достар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ әрі нәзік, жолдастарыңызға, отбасыларыңызға ұнары сөзсіз, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Менің инста парақшама да тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ол жерде де жаңа рецепттермен бөлісетін боламын, достар. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығатын осындай пирожкидің рецептісімен бөлісемін, достар. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қараңыздар, достар. Бізге алдымен пирожкимізді жасау үшін алдымен сұйық майымыз, ұнымыз, дрожжымыз және де жылы суымыз, осындай тұзымыз қажет болады, достар. Алдымен осындай жылы суымыз міндетті түрде жылы болуы керек. Соған бір ас қасық тұзымызды салып, жақсылап тұзымызды ертіп алатын боламыз. Жақсылап ертіп алғаннан соң осы суымызды құрғақ ыдысымызға осылайша құйып, оның үстінен енді кішкене мына тұзы қалса, осылайша шайып құюларыңызға болады. Енді тағы да бір қасықпен қозғап жібересіздер. Және енді осы суымыздың үстінен құрғақ дрожжымызды осылайша салып аламыз, достар. Барлық ингредиенттерді осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне қалдырамын, достар. Міндетті түрде көріп жасап көріңіздер. Дрожжымызды салғаннан кейін осылай бір қасықтың көмегімен жақсылап сумен араластырып алатын боламыз, осылай. Енді осы дрожждан кейін сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық майымызды да құйып, оны да жақсылап қасықтың көмегімен араластырып, одан соң үстінен ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз, достар. Қамырымыз жұмсақ болуы керек, достар. Міндетті түрде ұнымызды еліктен өткізіп, осылайша 3-4 бөлікке бөліп, тек бір ғана қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қолымызбен қатты жұдырықтап баспайтын боламыз. Қолымыздың көмегімен жай ғана ұнмен араластырып, жұмсақ етіп қамыр елеп, ашытуға қоятын боламыз, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецептімен нан жасасаңыздар да болады. Нандарыңызда өте керемет, жұмсақ, үлпілдек болып пісетін болады, достар. Мен осылайша духовкаға пирожки жасауға осылай жұмсақ етіп, міне дәл осы видеода көріп тұрғандарыңызға етіп, жұмсақ етіп, 1 сағатқа бетін жауып, жылы матамен орап қоятын боласыздар, достар. Енді ішіне салатын салмамыз, картошкамызды осылай жуылған картошкамызды осылай турап, үстінен суымызды құйып, оны газге қоятын боламыз, достар. Газде бірінші қатты отқа қоясыздар, қайнап бастағаннан кейін кішкене отын баяулатасыздар, достар. Енді оны газымызге қойып, енді осылай пияздарымды осылай турап алдым. Енді осы пиязымызды қызып тұрған табаға салып қуыратын боламыз. Міне мен картоптарым пісіп дайын болды, достар. Енді пияздарымды осылай қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымызды қызартып, әдемі етіп қуырамыз. Осы қуырылған пиязды қосқаннан кейін біздің духовкада пісетін пирожкиміздің дәмі одан да керемет болып шығады, достар. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер деп кеңес беремін. Не болмаса ішіне фаршпен осылай пиязды қуырып салып жасасаңыздар да болады. Мен картошкамен жасауға жасаймын деп шештім. Солай картошканы езіп, осылай пюре етіп салып жатырмын. Сонда вообще дәмі күшті болады. Пиязымызды осылайша майымызға салып, қызартып, әдемі етіп қуырып аламыз. Осылай салғаннан кейін кішкене араластырып қойыңыздар. Міне, достар, менің пиязым дайын болайын деп қалды. Енді осы пиязымыздың астын өшіріп қоятын боламыз. Міне, достар, менің пиязым дайын. Дәл осылай етіп, пиязымызды жақсылап қуырып алыңыздар. Енді картошкамыздың қайнап піспегенін осылай шанышқының көмегі арқылы көрсеңіздер болады. Міне менің барлық картошкаларым жақсы пісіпті. Енді газымыздың астын өшіріп, картопымыздың суынан сырғытып алатын болам, суын төгіп. Енді осы суы төгілген картопымызды картоп езетімен жақсылап езіп алатын боламыз, достар.
жақсылап езіп, енді осы картоптың үстінен дәмдеуіштерін салатын боламыз. 1 чайный ложка тұзымызды саламыз. 1 чайный ложка қара бұрышымызды және де 1 чайный ложка қызыл бұрышымызды саламыз. Және оның үстінен жаңағы қуырған пиязымызды салып, барлығын бірге қасықтың көмегімен араластырып алатын боламыз достар. Дәл осылай араластырып дайындап аласыздар. Міне біздің салмамыз дайын. Енді ашытуға қойған қамырымызды міне 1 сағаттан кейін алдым. Қамырым өте керемет болып көтеріліпті достар. Міне дәл енді осы қамырымызды бөлшектерге бөліп дайындап алатын боламыз. Бір қайтарып қойып жасасаңыздар да болады. Мен осылай ашып шыққаннан кейін қамырымды осылайша барлығын 50 граммнан етіп, осындай таразының көмегімен бөліп алдым. Не болмаса, көз шамамен қолдарыңызбен көз шамамен бөлсеңіздер де болады. Мен осылай барлығы бірдей болып шықсын деп 50 граммнан бөліп, тағы да 5-10 минутқа тұндыруға қойып қойдым өзіне келгенше. Одан кейін қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен жаямыз. Оқтаудың ешқандай қажеті жоқ достар. Дәл осылай етіп, қолымыздың көмегімен қамырымызды жайып, оның ішіне картопымызды салатын боламыз. Және картопымызды салып, дәл осылай екі бетін бір-біріне ортаға әкеп, осылайша түйетін боламыз, бір-біріне жабыстырып. Және осы дайын болған пирожкимізді енді артқы бетіне қаратып, осылайша дайындап, барлығын осылай пергамент қағаздарына осылай қойып, бетін пышақтың көмегімен кішкене кесіп, сәндеу үшін солай істедім. Сіздер жасамасаңыздар да болады. Енді жұмыртқамыздың сарысын алып, бетіне жағып, астелпешімізге 200 градуста 15-20 минутқа қойып пісіріп аласыздар достар. Бәрі осылай жасалады, керемет болып шығады достар. Барлық ингредиенттерді осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне қалдырғам достар. Міндетті түрде көріп жасап көріңіздер. Және де достар, менің инста парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Дәл осылай етіп тиктокқа жазсаңыздар да, тиктокта да әртүрлі оңай үйде жасалатын қарапайым рецепттермен бөлсем, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Менің қазақша контентінің дамуына үлес қоса кетіңіздер достар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Міне достар, менің пирожкилерім бәрі пісіп дайын болып шықты. Жұмсақ, ата-аналарымызға, отбасымызға, балаларымызға ұнар сөзсіз достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнап жатқан болса, маған лайк басып қойды. Және де өз ойларыңызды қалдырып комментарий жазып қойды. Ұмытпаңыздар достар. Міне осылай керемет болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Ішіне салмасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салма жасасаңыздар болады. Фаршпен жасасаңыздар, не болмаса маған ұқсап осылай пюремен жасасаңыздар да болады. Ішіне не болмаса жалбыз шөптерден, сондайлардан жасасаңыздар да болады. Осылай керемет болып шығады енді. Бірақ мен өзіме осылайша пюремен жасаған духовкада пісетін пирожкилер ұнады. Дәл осылай жасайтын боламын достар. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде сіздер де жасап көруге кеңес берер едім достар. Достар, менің видеом ұнаған болса, маған подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецептерім сіздерге сообщение болып келіп тұру үшін міндетті түрде қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.